Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Сіздермен бірге доктор Алмат. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз өкшенің жарылуы. Яғни өкше не үшін жарылады, қандай аурулар кезінде жарылады және де қалай тез емдейміз, сол жайлы рецепттермен және лайфхактармен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Себебі бұл осы арнаның дамуы үшін, яғни осы қазақша контенттің дамуы үшін өте маңызды болып табылады. Жалпы бұл өкшенің жарылуы барлығымызға таныс жағдай. Көбінесе ауылда тұратын адамдардың өкшесі қаламен салыстырғанда жарылғыш болып келеді. Және де бұл ауылда тұратын адамдардың барлығы дерлік өкшесі жарылған деп айтсақ қателеспейміз. Соның ішінде өзімде бармын. Өзімде өкшем ауылда жүргенде постоянно жарылатын. Ал енді өкше не үшін жарылады? Соған келетін болсақ, жалпы біздің өкшеміздің терісі басқа терілермен салыстырған кезде қалың және де қатты болып келеді. Екіншіден, ол жерде қан айналым өте әлсіз болып келеді. Үшіншіден, өкшеде май бездері жоқ, яғни теріні майлап тұратын өкше терісін. Сол себепті сыртқы және ішкі факторлардың әсер ету салдарынан бізде өкшеміздің терісінің эластикалық қызметі әлсірейді. Және де өкшенің терісі жұқарады. Соның салдарынан өкшеде жарылулар пайда бола бастайды. Мысал үшін, сізде артық салмағыңыз бар және табан терісінде эластикалық қызметі әлсіреген. Соның салдарынан ауыр салмақ түскен кезде теріде табан терісінде эластикалық қызметі жоқ и табанда жарылулар пайда болады. Өкшенің жарылуын алып келетін физиологиялық және патологиялық жағдайлар деп екіге бөліп қарастырамыз. Физиологиялық жағдайға келетін болсақ, ол яғни осы жаз айларында күн ыстықта құрғақ климаты бар елдерде жалаң аяқ, нәскисіз немесе аяқ киімсіз көп жүру. Соның салдарынан сізде теріңіз жұқарып, эластикалық қызмет кетеді. Екіншіден, каблукты көп қолдану. Үшінші, суды аз мөлшерде қабылдау. Төртіншіден, артық салмақ болатын болса, сізде өкшеңіз жарылуға алып келеді. Екінші, патологиялық жағдай, яғни қандай да бір аурулардың салдарынан өкшенің жарылуы. Мысалы үшін ең көп кездесетін өкшенің жарылулар ол осы саңырауқұлақтармен шақырылатын инфекцияның салдарынан келеді. Екінші, псориаз деген ауру кезінде. Үшіншіден, сахарный диабет болса. Төртіншіден, сізде асқазан ішек жолдарында қандай да бір проблемалар болса. Бесінші, осы қалқанша безіңізде қандай да бір өзгерістер, гормональды дисбаланс болатын болса, сізде өкшенің жарылуына алып келеді. Бұл жалпы өкшенің жарылуы өз бетінше бір ауру емес, бұл қандай да бір мәселенің, яғни симптомы деп айтсақ болады. Ал енді осы өкше жарылған кездегі клиникалық көріністеріне келетін болса, ең бірінші сізде қатты ауру сезім болады, яғни жарылған аймақта, и жүруіңіз қиын болады. Сосын бір қышу сияқты, күйдіру сияқты сезімдер болады. Ал енді осы өкше жарылған кезде не істеу керек, сол жайлы айтып өтетін боламын. Бүгін сіздермен екі рецептпен бөлісетін боламын. Ең біріншісін айтып өтейік. Ол үшін сіз жатар кезде 15-20 минут бойы аяғыңызды ыстық суға саласыз. Ыстық суға салған кезде сіздің өкшеңіздің терісі жұқарады және ылғалданады. Сол өкшеңіздің терісіне кәдімгі балды алып жағасыз. Оның сыртынан пищевая пленка немесе салафанды киіп, оның сыртынан нәски киіп, жатар кезде сонымен ұйықтайтын боласыз. Және де таңертең шешіп алып тастайсыз. Осылайша 10 күн бойы жасайтын болсаңыз бұл рецепті, табаныңызда трещиналардың кеткені және жазылғанын байқайтын боласыз. Енді екінші рецептке келетін болсақ, ол үшін біз крем жасайтын боламыз. Воск крем деген болады, аптекаларда сатылады. Осы воск кремнен 1 столовый ложка аламыз. Оған 2,5 столовый ложка топленый масло қосамыз. Оған 1 столовая ложка оливковое масло қосамыз. Және де бұның барлығын 1 минут бойы жылытамыз, қыздырамыз, араластырамыз. Сосын оған 2 капсула витамин Е қосамыз. Осыны қосып болғаннан кейін барлығын араластырып, бір ыдысқа салып, крем ретінде қойып қоямыз. Егер сіз осы рецепті 10 күн бойы қолданатын болсаңыз, тоқтамастан, онда сіздің табаныңыздың, яғни өкшеңіздің жарылғаны, жазылғанын байқап, және де табаныңыздың жұмсарғанын, эластикалық қабілетінің қайта қалпына келгенін байқайтын боласыз. Бұл кремді жақпас бұрын 15-20 минут бойы ыстық суға аяғымызды салып, жылытып, жұмсартып, табанымызды тазалап, кірден и кремді жағуымыз қажет. Жатарға жағатын боласыз кешкі уақытта. Ал енді осы өкше жарылудың профилактикасына келетін болсақ, яғни өкше жарылудың алдын алуымыз керек. Ол үшін сіз егер ауыл аймақта тұратын болсаңыз, күнде жатар кезде аяғыңызды жылы суға жуу керек. Яғни жылы суға жуып, өкше езгішпен езіп, табаныңызды кірден тазалайсыз. Сосын ол жерге крем жағамыз. Ол жерге пантенол деген крем болады,
немесе обычный детский крем жақсаңыз да жеткілікті. Егер сіздің өкшеңізде ешқандай жарылған іздері болмаса. Екіншіден, сізде артық салмақ болатын болса, артық салмақтан айырылу керек. Үшіншіден, суды көп мөлшерде ішеміз. Төртіншіден, гормондардың деңгейін тексереміз, және де витамин D-ның және де басқа да микроэлементтердің деңгейін тапсырып, жеткіліксіз болса, сол дәрілерді ішуіміз керек. Бесіншіден, асқазан ішек жолдарында проблемалар болса, соны реттейміз. Және де жаз айларында әрқашанда нәскимен жүруіміз керек. Егер нәскисіз жүретін болсаңыз, обязательно табаныңыз құрғап, эластикалық қызметі кетіп, соның салдарынан сізде табаныңызда жарылғыштар пайда болады.